Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін сіздермен сырный суп әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Яғни қазақша айтқанда ірімшік сорпасын әзірлейміз. Өте дәмді сорпалардың бірі және жеңіл сорпалардың бірі. Сіздер де міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға салқын суымызды құйып, отымызға қойып, ішіне тауық етімізді салатын боламыз. Және оның қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан соң бетіне шыққан осындай көбіктерін алып тастайтын боламыз. Барлығын осылай алып тастағаннан кейін етімізді толық піскенін күтеміз. Етіміз толық піскенше біз пиязымызды өте ұсақ етіп, төртбұрыштылап осылай турап алатын боламыз. Сәбізімізді үткіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табамызға жуамызды, пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып, үстіне сәбізімізді салып, барлығын жұмсақ болып піскенше қуырып алатын боламыз. Осылай сәбізіміз жұмсақ болғанша қуырып алатын боламыз. Дайын болды мінекей. Енді картопымызды турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, өте ірі қылмаймыз. Сарымсағымызды да өте майда етіп турап аламыз. Және аскөгімізді де турап алатын боламыз. Мінекей достар, енді біздің тауық етіміз пісті. Етімізді сорпасынан алып, бөлек ыдысқа салып, суытып қоятын боламыз. Біздің бөлек табада қуырылған сәбізімізді және пиязымызды осы сорпаға салып, және үстіне картопымызды салатын боламыз. Картопымыздың барлығын осылай салғаннан кейін бетін жауып 5 минут қайнататын боламыз. 5 минут қайнағаннан соң, мінекей достар, біздің суып тұрған тауық етімізді жақсылап әдемілеп, төртбұрыштылап турап, сорпамызға салатын боламыз, және үстіне сарымсағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, дәміне қарай тұзын саламыз. Және де қайнап тұрған сорпамызға үстіне ерітілген осындай президент сырымызды саламыз. Менде осындай президент сыры болды. Басқа да сырды қолдана берсеңіздер әрине болады. Дәміне қарай саласыздар. Сіздердің сорпаларыңыздың көлеміне қарай өздеріңіз дәмін көріп салатын боласыздар. Және де сырымыз толықтай ерігеннен кейін, мінекей достар, осындай ақ түске енеді. Өздеріңіз дәмін көріп, және үстіне кішкене қара бұрыш салдым. Содан соң ең соңынан отымызды өшіріп, аскөгімізді салып, жақсылап бір араластырамыз. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Сіздер де достар жасап көріңіздер, өте дәмді сорпалардың бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Жанар.
алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.